Сәлем құрметті көрермендер, бүгін витаминдер тақырыбының жалғасы, яғни суда еритін дәрумендердің соңғы екі дәрумені, бұл С дәрумені, аскорбин қышқылы және биофлавоноидтарды талқылайтын боламыз. Аскорбин қышқылы. Аскорбин қышқылы бұл бізде қышқыл лактоны болып табылады. Құрылысы глюкозаға жақын, оның екі түрі кездеседі. Бұл тотықсызданған және тотыққан, немесе дигидроксоаскорбин қышқылы деп атаймыз. Мұнда көрсетілген тотықсызданған түрі және тотыққан түрі, немесе дигидроаскорбин қышқылы. Бұл екі түрі тез және қайтымды түрде бір-біріне айнала алады және кофермент ретінде тотығу, тотықсыздану реакцияларына қатысады. Аскорбин қышқылы ауадағы оттегімен, пероксидпен және тағы да басқа тотықтырғыштармен тотыға алады. Мына реакцияда көретін болсақ, бұл жерде оттегі және пероксид қатысында аскорбин қышқылының дигидроаскорбин қышқылына айналғанын көре аламыз. Аскорбин қышқылының табиғи көздері бұл жаңа піскен жемістер, көкөністер, оның ішінде итмұрында, апельсин, лимонда, алма, қызанақ және картоп өнімдерінде кездеседі. Тәуліктік қажеттілігі 50-75 мг құрайды. С дәруменінің биологиялық қасиетіне келетін болсақ, биологиялық қызметі бұл негізгі қасиеті тотығу, тотықсыздану болуына байланысты жасушада редокс потенциал болатын тотығу, тотықсыздану жұбын құрайды. Осыған байланысты аскорбин қышқылы көптеген гидроксилдену реакцияларына қатысады. Яғни бұлардың бірі про және лиз коллаген синтезіне қатысады. Негізгі дәнекер ұлпасының негізгі нарузы коллагеннің синтезі болып табылады. Осы процеске қатысатын болады. Одан өзге гидроксилдену, дофаминнің гидроксилденуі, бүйрек үсті безінің қыртысты қабатында стероидты гормондардың синтезделуі деген секілді реакцияларға қатысады. Соның бір реакциясы бұл дофаминнің ноадреналинге айналу реакциясы. Бұл жерде аскорбин қышқылының қатысында дофамин ноадреналинге айналып тұрғаны көрінеді. Одан бөлек аскорбин қышқылы ішекте темір 3 валентті ионның темір 2 валентті ионына дейін тотықсыздандырады, яғни ол темірдің сіңірілуін арттырады. Сонымен қоса ферритиннен темірдің бөлінуін жылдамдатады. Фолаттың коферменттік түрге көшуіне мүмкіндік береді. Аскорбин сонымен қоса табиғи антиоксиданттарға жатады. Ол бірқатар аурулардың алдын алуда қолданылады. Қорғаныш ақуыздарының, яғни нейтрофильдердің өндірісін арттырады. Витаминнің жоғарғы дозалары бактерицидтік белсенділікті қамтамасыз етіп, нейтрофильдердің миграциясын ынталандырады. Енді жетіспеушілігінде, яғни гиповитаминозы кезінде негізгі ауру, ең негізгі маңызды аурулардың бірі бұл қырқылақ немесе цинк ауруы деп атаймыз. Бұл ауру тағамда С дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты көрініс береді. Одан бөлек дәнекер тін ұлпасының нарузы коллаген синтезі, яғни коллаген синтезіне қатысады дедік. Осы коллаген синтезінің бұзылысы байқалады. Соған байланысты дәнекер тіннің жаңағыдай өндірісі төмендейтін болып табылады. Нәтижесінде тіс түптерінің босауы, тістердің босауы деген секілді және қылтамырлардың, майда капиллярлардың бүтіндігі бұзылады. Соған байланысты осы қан құйылулар көрініс береді. Ісік, буындардың ауруы, анемия дамиды. Қырқылақ кезінде анемия дамуы бұл темірдің қорын жұмсау қабілеті бұзылғандықтан және фолий қышқылы метаболизмінің бұзылысына байланысты пайда болады. Бұл реакциялардың барлығына С витамині қатысады. Олардың жетіспеушілігі осы органдардың, осы жүйелердің бұзылыстарына алып келеді. Клиникалық көрінісі ішекте темірдің сіңірілуі төмендейді. Бұл өз кезегінде гем мен гемоглобин синтезінің төмендеуіне, ал ол темір тапшылықта анемияға келеді. Фолий қышқылы белсенділігі төмендейді. Бұл мегалобластикалық анемияға келеді. Балаларда аскорбин қышқылының жетіспеушілігі сүйектің зақымдалуымен көрінетін Меллер-Барлоу ауруына әкеледі. Шеміршектің пролиферациясы және минералдануы, шеміршек резорбциясының тежелуі, төс сүйегінің шұқыр тәрізді тартылуы орын алады.
бұл С дәрумені. Келесі дәрумен бұл биофлавоноидтар. Бұл дәрумен аса қатты зерттелмеген, бірақ ол кездеседі лимонда, гречиха, қарақат, шай жапырақтарында, итмұрын және тағы да басқа өнімдерде кездеседі. Сонымен қоса тәуліктік қажеттілігі әлі анықталмаған. Биофлавоноидтардың биологиялық рөлі дәнекер ұлпасының жасуша аралық матрикасын тұрақтандыру және қылтамырлардың өткізгіштігін төмендету болып табылады. Ал жетіспеушілігі бұл тіс түптерінің қанағыштығына және жалпы әлсіздікке, тіс шашағыштыққа және аяқ-қолдардың ауруына әкеледі. Суда еритін дәрумендер аяқталды. Келесі видеомыз майда еритін дәрумендер туралы болмақ. Өзге де витаминдер туралы каналымдағы видеодан көре аласыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.